Сәлеметсіз бе? Менің есімім Мөлдір, жасым 26-да, отбасымыз шағын, ата-енем, жолдасым, мен және 2 ұлым бар. Үлкен ұлым Оспан, жасы 5 жаста, аты Оспан, ал кіші ұлым Өркен, жасы 3-те. Үлкеніміз Оспан балабақшаға барады, ал кіші ұлым Өркен биыл барады балабақшаға. Өзім физика пәні мұғалімі, декреттегі анамын, және жолдасым шағын кәсіпкер. 21 жасымызда үйлендік жолдасым екеуміз. 22 жасымда босандым. Үлкен ұлым Оспан дүниеге әкелдім. Оспан, Құдайға шүкір, дені сау бала болып дүниеге келді. Ода ешқандай ауытқу болған емес. Сосын ол 2 жасында балабақшаға бердім. Себебі 2 жасында мен Өркенді босандым да, маған кішкене не болғандықтан уже Оспанды садикке бердім, балабақшаға бердім. Балабақшаға барған кезде кез келген ата-ана біледі ғой, бала сразу адаптация болады, сразу иммунитеті әлсіздейді, төмендейді, жиі аурушаң келеді, ОРВИ, грипп деп жатамыз, солай суық тиіп жиі ауыратын болды. Және адаптация болды бізде. Сосын 2 жасында мен 1-2 ай барды да, сосын мен садиктен шығарып алдым. Себебі қайта-қайта ауырып кетті бала. Және кішкентайым Өркен, кішкентай болды қолымда. Сондықтан Инстаграм желісінде жарнамадан Дора Маринді көрдім. Сол Дора Маринға өзім тапсырыс бердім. Себебі баланың иммунитетін нығайту үшін, себебі қайта-қайта ауырып кетті. Сол немен гриппен. Себебі осы күз, көктем айларында өзі адамның иммунитеті әлсірейді ғой. Сол кезде біз Дора Маринді желі ішеміз. Әр жыл сайын көктемде, күзде міндетті түрде ішеді. Балалар ішеді. Себебі оның дәмі жақсы, алманың шырыны қосылған. Сондықтан ол кішкене ыңғайлы. Айтады ғой қазақта, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Сол аурудың алдын алу үшін, иммунитетімізді нығайту үшін балаларға беріп бастадым. Кіші ұлымды енді жақсы аман-есен босандым. Ол кезде Оспан 2 жаста болды. Соны 3 айынан бастап бере бастадым. Себебі Дора Марин консультанттарымен кеңесіп сұраған кезінде айтты, бала 3 айдан бастап беруге болады деп. Сол кіші ұлыма да, үлкен ұлым ауырған кезде жұғып кетпеу үшін, балалар ауырса да, тіпті сезон грипп, ОРВИ кездерінде ауырса да, ол бала тез жеңеді. Бұрындағыдай антибиотик алып, артынша қиналып, ондай жоқ. Тез жеңеді бала. Яғни иммунитет тез күресе алады аурулармен. Енді бізде кислородное голодание деп қойды диагнозды. Кислородное голодание деген кезде туылған кезінде кислород ауа жетіспей қалған деген сияқты. Бірақ біз әрине жаңағыдай тек қана Дора Марин емес, енді Дора Маринді іштік, жүзуге бардық, массаж алдық, далада күніге 4 сағат жүретінбіз. Сондай ем шаралармен бірге дәрісіз жеңіп шықтық. 6 айында уже гипоксия дейтін диагнозды алып тастады. Инстаграмда жұлдыздар реклама жасап жатты. Соны мен ойладым, обычно реклама шығар. Блогерлар обычно жарнамалап жатады ғой. Сосын мен өзім былай адамдардың астына комментарий жазған отзывтарын оқыдым. Сосын Googleға кіріп оқыдым. Мен жан-жақты іздендім. Кез келген нәрсені алып балаға бере салуға болмайды ғой. Сосын өзімнің көзім жеткеннен кейін уже таныстарыма да уже айта бастадым. Мен өзім страницамды белгілей бастадым. Себебі маған ең қатты ұнайтыны ол ешқандай бат емес, ешқандай не емес. Ол таза табиғи өнім болғандықтан мен балаларыма ұсындым. Сосын тағы бір айта кететін жайт, консультанттардың жұмысы маған қатты ұнайды. Курьер бүгін тапсырыс берсе, ертең алып келеді. Уақыт тез алып келеді. Күтудің қажеті жоқ. Сосын қатты ұнайтын нәрсе бұл дәмі ұнайды. Балалар менде қасықпен емес, көтеріп банкамен ішеді. Ешқандай побочный эффект жоқ. Сол жері қатты ұнайды. Сіңлім, әпкем, туған туысқандарымнан, олар да жаңадан, енді балалар менен сәл кішірек,
бірақ оларда да жаңағыдай бала аурушаң келіп иммунитеті әлсіз болған кезде менен ақыл сұрап солай ішкен. Мен айтқам, спокойно бере беріңіздер, ол түк деп оны ешқандай зияны жоқ деп. Мен даже бірге оқыған курстас қыздар, олар да балаларына бере бастады. Олар өздері уже сұрады, мен инстаграмға белгілеген кейін олар уже сұрады. Мөлдір, сен балаларыңа беріп жүрсің ғой, қалай? Оны енді инстаграмда ол жаза береді ғой деген сияқты. Және де мен невропатологымда қазір өткенде ғана барған кезде естідім, что кейбір осындай әлсіз келген балаларға осындай айтады екен, доромалин беріп көрсеңіз қайтеді деген сияқты. Сосын скидкалары бар, скидкалар ұнайды. Мен уже 3 жылдан аса артық балалар ішеді. Енді біз регулярно ішпесек те, көктем, күз айында міндетті түрде ішеді. Скидкалар ұнайды. Бірінші июнь қарсаңында болады, тәуелсіздік күні қарсаңында болады скидкалар. Ол жайлы тіпті мен ұмытып кетсем де, маған смс келеді, консультанттар звондайды, сосын әрқашан қалымыз звондап біліп тұрады. Сосын бір жақсы жері прививка кезінде де ішіп жүрді. Балалар прививка алады ғой, вот сол кезде ішкенде де температурасы болмады. Жақсы өтті прививкалар. Құрметті көрермендер, және де Доромарин ұжымы, Доромарин ұжымына алғыс айтамын. Бұл тамаша өнімді Қазақстанға алып келгендеріңіз үшін рахмет, балаларымызға сыйлағаныңыз үшін рахмет. Бұл табиғи таза өнім болғандықтан иммунитеттің жанашыры деп айтамын мен өзім. Сондықтан қорықпай балаларыңызға бере берсеңіздер болады. Балалар ауырмасын, сау болсын. Және Доромарин әрқашан бізбен бірге болсын.